Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз Dream League Soccer 2026 ойынына қазақша обзор түсіретін боламыз. Осы жақын арада обновление, яғни жаңартулар болғандығын, қандай өзгешеліктер бар, қандай жаңартулар енгізілді, барынша енді кішігірім шолу жасап кетуге тырысатын боламыз. Ал сіздер болсаңыздар, видеомызға лайк басып, пікір қалдырып, каналымызға тіркеліп отырыңыздар. Олай болса көп созбай бастайық, кеттік ал. Бұл жерде мой клубқа кірейік. Дәл осы жерде жалпы видео өзгерген, әдемілеу қылып қойған екен. Сосын жерде центр поиска игроков, бұл бұрын кристалмен еді, қазір ақшамен қылып қойыпты. Медицинский центр бар, ол да ақшамен. То есть бұрынғыдай кристалл құртып қиналмайсың. Одан кейін коммерческий центрді, кажется, ақшамен қылып қойған сияқты, монетамен кіретіндей қылып. Дәл солай. Тек бұл жерде центр размещения ғана кристалмен, сосын тренировка екеуі ғана кристалмен қалған екен. Өте тамаша негізі. Қараңыздар, күн сәулесі түсіп тұр мына жерге. Шынайы қылып қойған екен барынша. Одан кейін стадиондарға кірейік. Бұл жерде енді мына жерде стадиондардың түрлері бар. 11.990 дейді. Алдын ғана осылар кристалға тұрған еді, бәрін платный қылып жіберіпті. Осылар бар енді, жаңа стадиондар қосылған, 3-4 стадион. Басқа бұл жақта енді өзгешеліктер жоқ. Қаттандай, анау айтарлықтай. Мына жерде клан деген қосылған. Бұл жерде енді бір ойнағаныңызға қарай бір осындай бір жетондар беріп отырады. Соған қарай бір кланға кіріп алсаңыз, мен осы бір Барселона, Каталония, Қазақстан дейді, сондай бір кландамын айтыр. Осы жерде айтыр бір наградаларды алсаңыздар болады екен. Енді бұл бір особы бір қатты бір пайдалы нәрсе деп айта алмаймын өзіме, қатты андай жақпады бұл нәрсе. Басқа бұл жерлерде қатты бір өзгешелік жоқ. Яғни жерде друзья деген бар. Друзьяға өзінің досын қосыласында вызовқа шақыра бересің, короче. Одан кейін командаға өтсек, мына жерде ойыншылардың маған ұнамағаны, типа карталарының, карточкаларының дизайндары вообще өзгермеген. Сол қалпында қалған, андай бір, білмеймін, вау дейтіндей емес, тура сол қалпында қалып кеткен. Бұл жерде бір жаңашылдығы, заменада 8 ойыншыны қалдыра аласың, қалғандары запасный игрок болып қалып кетеді. Яғни мына аяқтарда. Сонымен қатар мына жерде абонементте бір кездері Рафиня мен Альваресті берді. Тегін, яғни бұлар жаңағы ойында кірген кезде өзі тұрады, осы екі ойыншы соны жалпы берген. Бірақ бұлардың статистикалары кәдімгі обычный карточкаларынан қатты айырмашылық жоқ, бірдей, тура сол сияқты. Бірақ бұнда өзің дамыта аласың андай. Бұл жерде мен әдемі қылып дамытып қойғам өзім, ұнап тұр өзіме. Прям жақсы ойыншы. Одан кейін запаста осындай ойыншылар бар. Жалпы соңғы видео шыққаннан бері жаңартылған нәрселер осылар. Состав әжептәуір өзгерді. Жаңа игроктар қосылды деген сияқты ғой. Мына жерде Адамс алғам. Осы игрок ойын аяқталайын деп атқан кезде, кажется, Тони Адамс соңғы легенда игроктардың ішінде болды, соны алдым. Мына жерлерде де бір особанный бір сіздерге айта кететіндей бір өзгешеліктерді байқамадым достар. Бұл жерде Team of типа 2025 жылғы лучший состав. Осы жерден агенттан түсу шанстар бар екен. Мен бұл жерде бір 2-3 агент ашып көрген шығар. Бірақ әзірге жолым болмады. Әзірге бұл жерден ойыншылар маған түсе қойған жоқ. Бірақ бұл жерде ең бір жақсы ойыншылардың бірі менен Нуну Мендеш маған ұнап тұрғаны. Даннарума, одан кейін Габриэль. Жалпы әрқайсысы мықты ойыншылар мына жердегі.
әр қайсы кез келген біреу түссе де керемет болатын еді да бұл ойыншылардың ішінде. Бірақ өкінішке орай олардың түсу шансы өте аз. Мына жерде қанша? 10% қана ма? 100%-ның 10% ғана ғой. Кіріп көрейік мына ойынға мысалы. Осындай бір әдемі қылып қойған. Oyuncular oyun aldığında Bakalım biraz takımlar bugün sahaya hangi dizilişle çıkıyorlar? Takımlar 3-4-3 dizilişiyle oynuyor. Hücumda çok iyiler ama savunmada eksik kalabilirler. Bu 4-5-1'in hücumcu versiyonu olan 4-2-3-1 dizilişidir. Ve ileri üçlü orta saha tek forvete tam destek verir. Так, одан кейін бізде бір жаңарғаны бұл жерде комментаторлардың өзгергені. Яғни түрікше бұрын тек ағылшынша испанша португалша болатын. Одан кейін арабша қосқан екен және түрікше қосқан екен. Осы бір жаңашылдық. Және де бұл жерде легендалар, яғни Ривалдо қосылған, Матеус, Пирес деген сияқты. Бұған дейін Пирес пен Матеус кажется болды. Бір легендаларды қайталап атқандары сәл ұнамай тұрмаған. Бұл жерде енді менде 46.000 очко тұр. Күнделікті ойнап жатқан жоқпын, сол себепті әлі жеткен жоқпын бір ойыншыға әлі. Задроттар уже екеуін алып қойған шығар, білмеймін. Бір 30 күн өтті ғой шыққалы. Мен де асықпаған арбамен қоян алады демекші. Сол асықпай бір 50 күнде бір бітіретін шығар менде. Осы бір ойыншыны алып. Бұл жерде маған енді Ривалдо білмеймін, қатты керек емес сияқты, бірақ ең мощный Ривалдо сияқты. Бірақ менде оның орнында Рафиня тұрғаннан кейін Ривалдо как-то бір артықтау сияқты көрініп тұр. Маған осы Матеус ұнап тұр негізі. Матеус түссе жақсы болатын еді. Білмеймін, көреміз енді қаншалықты жолымыз болады. Әзірге осындай достар, өздеріңіз білетіндей, жақын арада Ислам Чесноков Хартс деген шотландиялық клубтың сапына ауысты. Яғни бұл дегеніміз обновление болатын кезде жақын арада ала қалса Чесноковты ойынға қосады деген сөз. Яғни Дрим Лигадағы алғашқы қазақты көріп қалуымыз әбден мүмкін. Ол ойыншы шығып жатса максимально сатып алып, дамытып, сіздердің көздеріңізше енді тырысам ол ойыншыны алып, сатып алып дамытуға. Тек сіздер қолдап отырсаңыздар болды. Каналымызға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Барынша таратып қойыңыздар достар. Бүгіндікке осы міне Альварес деген ойыншы. Дамытуға болады, бірақ қатты керек емес сияқты болып тұр. Пока осылай тұра берсін. Керек болып жатса дамытатын шығарымыз бәлкім. Бүгіндікке осы достар. Видеоны қолдап барынша дамуына үлес қосып жіберіңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.